Саламатсыздар ма оқушылар? Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы номер 48-ші орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі Төлекова Айгерім Қанатқызы, 3-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентацияны безендіру. Бұл төмендегі мақсатқа негізделеді. Оқу мақсаты: слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану, компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану. Сабақ мақсаттары: презентацияны безендіру, презентацияның бет параметрлерін ауыстыру. Презентацияны қалай безендіруге болады? Жалпы презентация дегеніміз не? Презентация құру үшін бізге қандай бағдарлама қажет? Яғни біз алдыңғы сабақтарда өтіп кеткенде бізге PowerPoint бағдарламасы керек. PowerPoint бағдарламасы суреттер мен мәтіндер кірістіруге, оларға қимыл қозғалыс жасауға, түрлі үлгідегі фондар қойып безендіруге, дыбыстар қоюға арналған программа. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын термин сөздеріміз: дизайн, текстура, безендіру, декоратинг. Бұл презентацияны қалай безендіруге болады? Бұл сұраққа жауап беру үшін мұқият тыңдаймыз. Ең алдымен бізге PowerPoint бағдарламасы керек. PowerPoint бағдарламасына қосылу үшін іске қосу барлық программалар Microsoft Office, Microsoft PowerPoint бағдарламасына кіреміз. PowerPoint бағдарламасының терезесі шықты. Енді бізге безендіруіміз керек, осы слайдты безендіру керек бүгінгі тақырыбымыз бойынша. Презентацияны PowerPoint программасындағы дизайн мәзірі арқылы безендіре аламыз. Яғни бұл жерде слайдқа фон қою үшін дизайн мәзірінен дайын фондардың бірін таңдап алуымызға болады. Мына жерден кез келген фонды алуымызға болады. Бір фонды таңдап алайық. Бір фонды таңдап алдық. Егер дайын фонның түсін ауыстырғымыз келсе, онда басқа түс таңдауымызға болады. Ол үшін бізге дизайн мәзіріндегі түстер, яғни цвет батырмасын басып, қажетті түсті таңдай аламыз. Мұны бізде түсіміз өзгеріп жатыр. Осы жерден түсімізді ауыстыруымызға болады. Келесі, презентацияны бізде мына жерде альбом түрінде тұр. Енді бізге осыны кітап түрінде керек болды. Яғни бұл жерде дизайн мәзірінде кіреміз. Осы жерден дизайн мәзірінен слайд бағыты, ориентация, слайда батырмасын басып, кітап түрінде книжная, немесе альбом түрінде альбомная бағытын ауыстыруға болады. Екеуінің біреуін книжнаяны қойдық. Қайтадан альбомная қоюымызға болады. Өз қалауымыздағы фонды жасау үшін енді фон стилі, стилі фона дегенге кіреміз, батырмасын басамыз. Осы жерде формат фона, фон пішімі командасын таңдаймыз. Осы жерде бізде фон пішімін ауыстырудың 4 түрін қарастыруымызға болады. Мына жерде біріншісі сплошная заливка, біркелкі құйып бояу, екіншісі градиентті құйып бояу, үшіншісі сурет немесе текстура, төртіншісі өрнекпен құйып бояу. Енді осылардың барлығына жеке-жеке тоқталып кетейік. Сплошная заливка бұл біркелкі құйып бояу. Бұл жерде слайдты бірыңғай түске бояйды. Мына жерден кез келген түсті ауыстыруымызға болады. Екіншісі градиентная заливка, градиентті құйып бояу.
бір түске екінші бір түсті бірте-бірте араластырып, өзге түс алуымызға болады. Мына жерде түстер берілген. Бірнеше түстерді қосып бояуға болады екен. Мына жерде түсті таңдаймыз. Келесі рисунок или текстура. Сурет немесе текстура. Бұл жерде текстура батырмасын басу арқылы дайын суретті бетінде көрінетін фонды қоюға болады. Файл батырмасы арқылы компьютердегі фото немесе суреттерді таңдап қоюға мүмкіндік береді. Текстураның ішіне кірдік. Мына жерден кез келген текстураны таңдауымызға болады. Келесі өрнекпен құйып бояу. Бұл узорная заливка. Бұл жерде слайд фонын сызық пен нүктенің үйлесімімен бояйды. Мына жерде нүкте, мына жерде бізде сызықша нүкте арқылы, бұл жерде де өзіміздің қалауымызша түсті ауыстыруымызға болады. Енді керекті фон түсін таңдағаннан кейін барлығы үшін қолдану. Применить ко всем батырмасын таңдағанда барлық слайд осы түске боялады екен. Боялды. Енді бізге келесі слайд қосуымыз керек болды. Слайд қосуымыз үшін бізге келесі. Біздің презентацияның әрбір парағы слайд деп аталады. Главное создать слайд. Бізде слайдтардың макеттері берілген, оны келесі сабақтарда түсіндіретін боламыз. Бүгін бізде безендіру, яғни слайдтарды осылай қоса беруімізге болады екен. Енді балалар біле жүрейік. Презентацияны тек қана PowerPoint бағдарламасымен ғана жасай қоймаймыз. Өзге де басқа презентация жасайтын программалар бар екен. Ондай программалардың көптеген түрлері бар. Сіздерге атап өтейін. Кеңінен таралған Apple Keynote, Google презентациялар, Prezi, HiQdesk, Slides, SlideDoc, Project, Flowboard. Осы программалардың көмегімен жасауға болады екен. PowerPoint бағдарламасында безендіріліп дайындалған бос презентациялар бар. Олар безендіру шаблондары деп аталады. Кез келген уақытта осы шаблондарды пайдалана отырып, презентацияны тез безендіре алады екенбіз. Енді балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмамыз ұяшықтағы сөздерді бос жерлерге сәйкестендіріп толтырыңыз. Бізге ұяшықта сөздер берілген. Осы сөздерді бос жерлерге қойып, сәйкестендіріп толықтырамыз сөйлемді. Келесі екінші тапсырма. Фон пішімін өзгертудің 4 түрін пайдаланып, фондарды жаса. Құжатқа атау беріп, өз бумаңда сақта. Сіздерге жаңа 4 түрлі пішімнің түрлерін көрсеттім. Сол пішімдерді пайдалана отырып, фонды жасаймыз. Және осы жасалған слайдымызды өзіміздің бумамызда, яғни папкамызда сақтаймыз. Үйге тапсырма. Параграф 27. Презентацияны безендіруді оқып келеміз үйден. Оқимыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.